Сәлем ханымдар, сіздермен мен Жансая бүгін бакинский баклава жасайтын боламыз. Өте керемет. Ол үшін бізге 600 грамм ұн, 3 дана жұмыртқаның сарысы, 120 грамм қаймақ және 160 грамм сұйық май қажет болады, яғни сливочное масло. Начинкасына бізге езілген жаңғақ пен мейіз қажет. Сәндеу үшін бүтін жаңғақ, грецкий болсын, миндаль болсын, өз қалауларыңыз. Мен грецкий қостым. Қаймақты, жұмыртқамызды, 40 грамм қантымызды, еріп тұрған бөлме температурасына майымызды, 600 грамм ұнымызды осылай қамыр қылып байландырып аламыз. Қолмен елесек те өте керемет болады. Мен миксермен жасадым. Осылай миксерлеп болғаннан кейін қолдың күшімен тығыздығын арттырамыз. Қамырдың қатты басып шығамыз. Осылай қаттыға басып, оны пленкаға салып, бойы алғанша орап қоямыз. Үш жұмыртқаның ағымен және 60 грамм қантымызбен біз меренговый жасаймыз, яғни начинкасына қосу үшін жай миксерлейміз. Одан кейін қанттың салу барысында миксерлеудің күшін 2 есе 3 есеге көтеріп 7 минут миксерлейміз. Яғни масса өз-өзін осылай ұстап тұрғанша жасаймыз. Дайын болған қамырымызды 3 бөлікке бөлеміз. 3 бөліктің бір бөлігі кіші және орта және үлкен болады. Орта тобындағы, яғни кіші бөлігін біз ортасына саламыз. Оны алдын ала жайып, майсыз, ұнсыз пергаментке жайып аламыз. Оқтаудың көмегімен оны 180 градуста 15 минутта пісіріп аламыз. Яғни қам пісіріп аламыз, толықтай пісірмейміз. Оны баклавамыздың ортасына қоямыз. Кейбір жағдайда піспей қалады. Көпшілігінде мен осылай пісіріп алғанды жөн көремін. Осы кезінде 2 стакан қантқа жарты стакан суды қосып, отта сироп жасап қоям. Ол баклавамыздың бетін жылтырату үшін қажет болады. Міне астыңғы ең үлкен қамырымыздың астыңғы начинкасы кішкене қалыңдау болады. Меренгойымызға жаңағы жұмыртқаның ағын, белокты көбейтіп алғаннан кейін осылай жаңғағымызды, мейізімізді салып араластырып аламыз. Сол кезінде сіздің начинкаңыз басылып, суы шығып қалмайды. Азербайджанский баклаваны осылай дайындайды. Осы дайындау әдісі көп тараған. Осылай ең астың қабатына, одан кейін ортаңғы начинкасын суытып барып саластыр. Әйтпесем ол крем еріп кетеді. Осылай жасап, ең соңғы беткі бөлігін жауып аламыз. Қамыры өте жұмсақ болады, жасап көріңіздер. Көпшілігі қамырға басқа ингредиенттер қосады. Тек осылай жасасаңыздар, өте керемет болып шығады. Бетіне жұмыртқаның тек қана сарысын жағып алыңыздар, өйткені әдемі жылтыратып, біркелкі қызғыш түс береді. Осы кезінде пышақтың көмегімен біз кесіп аламыз баклаваларымыздың бетін, өйткені піскеннен кейінгі баклаваның кесу оңай болады, әрі сәнді көрінеді. Бетін өз қалауыңызша сәндейсіз. Мен осындай бүтін жаңғақтармен сәндеп қойдым. Миндалмен де сәндесеңіз болады. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Мен мастер-класста алған біліміммен бөлісіп бастадым. Көріп, ұнап жатса, подписаться жасаңыздар.